Әкеміз Еренов Байназар 1925 жылы тамыз айында Қызылорда қаласы Шіркейлі ауылында дүниеге келген. Ал 1994 жылы 26 маусымда дүниеден озды. Әкеміз ауылда 4 жылдық мектептен білім алған. 1941 жылдары Ұлы Отан соғысы басталған кезде бірінші болып майданға аттанған. 1945 жылы Ұлы Отан соғысы біткен кезеді. Бірақ әкеміз әрі қарай Жапон соғысына аттанып кетті. Ол 1947 мен 48 жылдары болатын. Сол соғыстан аман есен оралды. Әкеміз медальдармен, ордендермен марапатталды. 1948-1949 жылдар аралығында ауылда жұмыс атқарған. 1949 жылда отбасын құрады. Анамыз Амирғалиева Сақып Жамалмен. Дүниеге 3 перзент әкеледі. Үлкен ұлы Байназар ұлы Қуаныш 1951 жылы дүниеге келіп, 1957 жылы өмірден озды. Байназар ұлы Болатбек 1952 жылы 25 желтоқсан айында дүниеге екінші перзенті келеді. Содан кейін 1954 жылы Роза Байназар қызы дүниеге келіп, 1955 жылы көп ұзамай дүниеден озды. 1951 жылы 1954 жылы аралығында әкеміз Ташкент қаласындағы высший милицейский школаны бітірді. Одан әрі қалаға келіп, участковый милиционер болып жұмыс атқарды. Сол жылдары автобазада диспетчер қызметін атқарып жүріп, 1958 жылдан бастап автоуправлениеде система гражданской обороны қызмет жасап, 1985 жылы зейнетке шықты. Анамыз Амирғалиева Сақып Жамал 1925 жылы Қызылорда қаласы Амангелді ауылында дүниеге келген. 2004 жылы 17 шілде айында дүниеден озды. Анамыз бала тәрбиесімен үйде отырып тігін тігетін.